Мен ешқашан инвестиция мақсатында сатып алмайтын 5 актив қандай? Бұл жерде ескеріп кетейін, әр адамның жағдайы әртүрлі, қалаулары әртүрлі. Дәл қазір мен бөлісетін активтер, ол дәл менің стратегияма сай келмейтін инвестициялық құралдар болып есептелінеді. Ең біріншісі, мен пәтерді инвестициялық мақсатта алмаймын. Өзімнің тұратын, яғни жеке пәтеріміз бар, және одан бөлек жаңа табыс табу мақсатында біз пәтер сатып алмаймыз. Екіншісі, ол бәлкім люкс сөмкелер. Яғни кейбір адамдар люкс сөмкелерді жаңағы жылдар бойы ұстап, оны инвестиция ретінде қарастыратын адамдар бар, бірақ менің кейсімді мен бұл затты, яғни дәл сондай мақсатта қарастырмайды екенмін. Үшіншісі, бұл әртүрлі, яғни әшекей бұйымдар, ювелирный изделиялар. Бұны да кейбір адамдар, яғни инвестициялық актив ретінде көреді, бірақ менің жағдайымда маған сай келмейді ма білмеймін, бірақ мен оларды жинақтамаймын, коллекционировать етпейді екенмін. Төртіншісі, ол алтын слитоктары. Не себепті мен алтын слитоктарын алмаймын? Себебі оны сақтаудың өзі өте қиын. Көп жағдайда алтын слитоктарын үйде сақтауға келмейді. Оның арнайы күтімі бар, оның арнайы сондай жаңағы сейфтары басқалары болу керек. Сондықтан оны әдетте банкте сақтайды, яғни машақаты көп. Соның барлығын мен жаңағы айналысқым келмейтіндіктен мен слитоктарды ұстамаймын. Және де бесіншісі, ол әртүрлі антиквариаттық заттар, яғни картиналар, мысалы галерея, музейлерде, немесе кейбір адамдардың үйлерінде сондай бір қымбат, ежелгі картиналарды көреміз. Дәл менің жағдайымда мен оны енді өзім үшін, яғни қарастырмаймын, оларға инвестиция жасамаймын. Ал сіз қандай активке инвестиция жасамайсыз, немесе жасамайтын едіңіз? Маған өте